67 жын шығарудан кейін қайтыс болған Аннелиз Михельдің оқиғасы 20 ғасырдағы ең шулы және резонансты оқиғалардың біріне айналды. Бақытсыз отбасы оның құмарлығына не сендірді? Салт жораларға қатысушылар қандай мотивтерді алға тартты? Және бұл қорқынышты оқиғаның соңы немен аяқталды? Достар, арнамыздың 80% көрермені жазылмай қарайды. Арнаға жазылып лайк пен комментарий қалдыруды ұмытпа. Бұл мені шабыттандырып, келесі видеоны шығаруыма себеп болады. 1976 жылдың шілдесінде Аннелиз Михель өз төсегінде өлі күйінде табылды. Сарапшылардың пікірінше, ол көптеген жын шығару кезінде алған шаршау мен жарақаттардың салдарынан қайтыс болды. 24 жастағы қыздың өлімінің жұмбақ және қорқынышты жағдайлары кең қоғамда наразылық тудырды. Дін бостандығы туралы мәселені көтерген Аннелиз ісі тарихқа ең таң қалдыратын оқиға ретінде енді. Журналистер мен өнер өкілдері осынау түсініксіз тарихтан әлі де шындықты іздеуде. Аннелиз Михель 1952 жылы 21 қыркүйекте Батыс Германияда Йозеф пен Анна Михельдің отбасында дүниеге келген. Қыздың ата-анасы өте діндар адамдар болды және католиктердің ең консервативті бөлігіне жататын. Аннелиз ақылды және ізденімпаз бала болып өсті. Ол жақсы оқыды және болашақта мұғалім мамандығын меңгеруді армандады. Алайда замандастарының айтуынша, қыздың бала кезінен денсаулығында проблемалар болған. Ол әлсіз бала болған және жиі ауырған, ал ата-анасының оған берілген діни фанатизмі кейде айналасындағылардың ашу-ызасын тудырады. Яғни Аннелиз құрдастарымен сөйлеспейді және жасөспірімдік ойын-сауыққа сирек уақыт бөледі. Бос уақытын дінге арнауды жөн көреді. Ал қыздың сүйікті әдеттерінің бірі қыста суық еденде ұйықтау болған. 1968 жылы отбасылық өмірдің әдеттегі ағымы бұзылады. 16 жасар Аннелиз кенеттен түнгі шабуылдарға ұшырай бастайды. Нәтижесінде қыз қозғала алмай тұншығып, тілін тістеп, кеудесінде ауырлық сезініп, сөйлеу қабілетін жоғалтады. Қыздарының денсаулығынан қорқып, ата-анасы Аннелизді ауруханаға жібереді. Онда оған эпилепсия диагнозы қойылады және бірқатар күшті препараттар тағайындалады. Бірақ олар қалпына келтіруге ықпал етпейді. Уақыт өте келе, шабуылдар арасындағы аралық жиілейді. Сонымен қатар қызда галлюцинация пайда болады және депрессия дамиды. 1973 жылы тағы бір ұстама кезінде Аннелиз ол ібілістің бетін көргенін айтады. Кейінірек отбасына ол қарғысқа ұшырап, тозаққа түседі деген қорқынышты дауысты естігенін айтады. Бұл теорияны тексеру үшін қыздың ата-анасы оны отбасылық досы Тиахейнмен бірге Италияға қажылыққа жібереді. Белгіленген жеріне жеткен Аннелиз кейбір шіркеулерге қол тигізе алмайды. Сонымен қатар қасиетті суды ішуден бас тартады. Содан кейін Хейн қызды шайтан иемденді деген пікірде болады. Ол Аннелиздің ата-анасын айтады. Осыдан кейін Джозеф пен Анна Михель жын шығарушы діни қызметкерді іздей бастайды. Бірақ олардың жоспарларын жүзеге асыруға деген алғашқы әрекеттері сәтсіз аяқталады. Шіркеу қызметшілерінің көпшілігі Аннелиз шынымен эпилепсиямен ауырады және емделуді ауруханада жалғастыру керек деп сендіреді. Бір қызығы, шабуылдар арасында Аннелиз мүлдем қарапайым өмір сүреді. Қыз Вюрцбург университетін сәтті бітірді. Кейінірек арнайы курстан өтіп, Каноникас шіркеу атынан білім беру функцияларын орындауға арнайы рұқсат алады. Оны сыныптастары еңбекқор және қабілетті, бірақ ешқашан ойын-сауық іс-шараларына қатыспайтынын және достасуға ұмтылмайтынын өте интроверт қыз ретінде сипаттайды. Өкінішке орай, оқуды бітіргеннен кейін көп ұзамай Аннелиздің денсаулығы тез нашарлай бастайды. Шабуылдар жиі орын алады. Ал қыздың мінез-құлқы барған сайын обсессивтілікке ұқсай бастайды. Ол әртүрлі тілдерде және әртүрлі дауыстармен сөйлейді. Өзін Люцифер, Гитлер, Юда, Нерон деп атайды. Киімін жыртады, өзіне дене жарақатын салады. Ол кезде оның өзі де, ата-анасы да ібіліс Аннелиздің денесі мен санасын жаулап алғанына толық сенімді еді. Алайда кейінірек Аннелиздің ісімен айналысқан ғалымдар барлық мәселе қызды емдеудің сапасында деп мәлімдейді. Бірқатар зерттеушілердің пікірінше, мұндай ауыр бұзылысты тоқтату үшін дәрі-дәрмектің дозасы жеткіліксіз болды дейді. Бірақ көптеген дәрігерлер науқастың шизофрениядан, диссоциативті сәйкестік бұзылуынан, депрессиядан және стресстен зардап шеккенін және оның иелену белгілері діни фанатизмнен болғанын айтады. Соған қарамастан, Аннелиздің отбасы өз шешімінен сүрінуге дайын болмады және иелену нұсқасын талап етуді жалғастырды. Сонымен бірге рәсімді өткізу үшін діни қызметкерді іздейді. 1975 жылдың қыркүйегінде лайықты шіркеу қызметкері табылады. Ол Рим католик епископының құпия рұқсатын алған Эрнст Альт жын шығарудың алғашқы рәсімін жасайды.
Содан кейін Аннелиз дәстүрлі емдеуден толығымен бас тартады. Келесі айларда Альт және оның әріптесі Арнольд Ренц аптасына 2 мәрте 67 рет жын шығаруды орындайды. Кейбір сеанстар 4 сағатқа дейін созылады. Рәсімдердің кезінде қызды кездейсоқ жарақат алмас үшін төсекке байлап қояды. 1976 жылы 1 шілдеде Аннелиз Михель қайтыс болады. Қайтыс болған кезде оның салмағы небәрі 30 келі болады, ал оның бүкіл денесі көгерген және сызаттармен жабылған. Қыздың өлімінің қорқынышты және түсініксіз жағдайлары құқық қорғау органдарының назарын аудартады. 2 жыл бойы детективтер тергеу жүргізеді. Содан кейін Аннелиздің ісі ақыры сотқа жіберіледі. 1978 жылдың наурыз айында басталған сот процесі Германия тарихындағы ең резонансты болады. Күн сайын сот ғимаратының айналасына көп адамдар жиналады. Кейбіреулер Аннелиздің ата-анасы мен рәсімді орындағы діни қызметкерлер жазалану керек деп есептеді. Басқалары қыздың шынымен жын соққанына сенді. Пікірді айыпталушының адвокаттары да бөлісті. Олардың айтуынша, Михель отбасысы қызының ауруы асқынған кезде бірнеше рет дәрігерлерге жүгінген, бірақ олар оған көмектесе алмаған деді. Мемлекеттік айыптаушылар айыппұл түріндегі жазаны талап еткенімен, сот тергеудегілердің барлығын абайсызда адам өліміне әкелгені үшін шартты түрде 6 айға бас бостандығынан айырады. Жарияланған үкім дәрігерлердің, ғалымдардың және журналистердің наразылығының жаңа толқынын тудырады. Олар мұндай жағдайдың қазіргі Германияда болғанына таң қалады. Скептиктер діни сенім бостандығының шекаралары туралы мәселені белсенді түрде көтере бастайды. Аннелиз Михельдің қайғылы өлімі Германия тұрғындарының жүрегінде терең із қалдырды. Қыздың туған қаласы Клингенбергте оқиғаны қараңғы және қорқынышты бет деп есептей отырып, негізінен не болғанын айтпауды жөн көреді. Дегенмен, кейбір сенушілер үшін 1976 жылғы оқиға ерекше маңызға ие болды. Католиктердің шағын тобы тіпті қызды әулие деп жариялап, оның қабіріне үнемі қажылық жасайды. Аннелиздің хикаясы бірнеше рет фильм сценарийлерінің негізін құрады. Олардың ең танымалдары Эмили Роуздың 6 жыны, Экзорцист күнделігі дегендер болды. Жоғарыда аталған фильмдер танымал болып, көпшілік мойындағанына қарамастан, бірқатар зерттеушілер оларды қатты сынға алды. Өйткені олардың пікірінше, бұл жобаларды жасаушылар Аннелиз Михельдің трагедиясын ұятсыз пайдаланды және ауыр психикалық ауру жаппай көрермен үшін қорқынышты оқиғаға айналды деп есептейді.